сабағымыз номер 3 зертханалық жұмыс электр тізбегін құрастыру, оның әрбір бөліктеріне ток күшімен кернеуді өлшеу. Сабақтың мақсаты электр тізбегіндегі ток күшімен кернеуді анықтау. Екінші мақсатымыз физика кабинетінде техника қауіпсіздік ережесін сақтау. Балалар, сіздер білесіздер, біздің кабинетімізде құралдарымыз электр тогымен жабдықталғанда өмір бізге қауіпті екендігін. Сондықтан өзіміздің өмір қауіпсіздігімізді сақтай білу үшін мұғалімнің рұқсатынсыз алдарыңызда тұрған құралдарды тоқ көзіне қоспау. Егер де қандай да бір жағдай болып жатқанда иіс шығып жатса, мысалы сымдардан не болмаса ашық сымды көретін болсаңыздар, маған ескертесіздер. Әр уақытта сендердің өмірлерінің қауіпсіздігі өте маңызды. Жақсы, ары қарай жылжимыз. Әр уақытта қауіпсіздік ережесін тек қана физика кабинетінде зертханалық жұмыста емес, әр сабақ сайын біз өзіміздің қауіпсіздігімізді сақтай білуіміз керек. Енді балалар, қазір біз топқа бөліне қояйық. Филиппити несі бойынша. Платформасы бойынша топқа бөліне қояйық. 4 топқа бөлінеміз. Осы топқа бірінші топ мына алдыңғы қатарға отырып, мына жерге жаңа мен айттым, сіздерге топқа бөлінеміз деп. Екінші топ мына жерге, үшінші топ мына қатарға, кәне тез-тез өздерінің аттарын көріп, и соңғы топ мына екінші қатарға отырасыңдар. Төртінші топ мына жерге. Тек қана дәптер, кітаптарын алып, сонда тұра берсін. Төртінші топ осы жерде, тек қана кітаптарымен сонда тұра берсін. Сабақтың соңында арасында. Орындарыңызға отыра қойыңыздар. Үшінші топ мына қатарға. Мына жерге отыра қойыңыздар. Тез-тез отырамыз. Төртеу, бесінші адамды алып отырады. Мына жерде төртеу, бесінші адамды алып отырады. Бес-бестен қоя. Төртеу алдыңғы партада и мына жерге отырамыз. Кәне тез-тез отырамыз. Балалар топқа да өзіңді біраз уақыт жіберіп алыңыздар. Топқа отырыңыз. Төртінші топ кәне. Сен үшін. Міне төртінші топ отырайық үшін. Сен үшін. Екі міне. Міне. Төртінші топ. Ең басында топтарын өткізеді. Болды. Орналастық па? Жерде не жалғыз? Десен болсын. Жақсы. Де болсын. Болды. Бөлістікті өз тобыңызды білеміз, жақсы. Орналастық. Енді балалар ары қарай жылжимыз. Енді бізде Леоникапс бағдарламасы бойынша үй тапсырмасын қайталау. Үй тапсырмасын қайталау. Қане балалар, мынау құрал жабдықтарды орынды-орнына келтіре қоямыз. Бірінші, кәне тез етеміз. Ал, кел, Айсұлу, кел ал. Келесіңіз, дайындап отырамыз. Сөйлейміз, ерлігі неге. Үстіне қарай, көтерсе үстіне қарай. Жоғары қарай. Кәдімгідей ішіне қарай кіргізіп жіберіңіз былай. Келесі. Кел. Бана, кел ал. Қатты қайдамыз. Жақсы. Адия. Ата, кемада қойырғамыз. Келесі. Кел арымды. Қандай бұрап? Вольт метр. Келесі қаусақ. Қайда? Кішкене. Қимылдаймыз. Жақсы. Келесі. Жансай. Балалар, бәріміз де қатысамыз. Неше қалды? Не үшін қажет? Тоқты ажыратып, осы үшін
Жақсы, рахмет. Келесі. Айдана. Отырмаймыз. Келесі дайындалып отырамыз. Сразу Айдана басқаннан кейін келіңіз. Жақсы. Келесі. Мадияр. Келді. Белсенділік. Жақсы. Бұл не? Есесті. Келесі. Айбала. Бұл не? Галланометр. Жақсы. Келесі. Дінмұхамед. Белсенді қозғаламыз. Соңғы сауалына. Қандай құрал? Тоқ қозы. Аяқтаймыз. Замыкающий. Бәрі дұрыс орындалды ма, бала? Жақсы. Отырамыз. Бәрі де жасымен белгіленді, яғни бүкіл құралдарды бәрімізде дұрыс таныстады. Жақсы, бала. Үй тапсырмасына байланысты қысқа да нұсқа сұрақтар жауап береміз де сабағымызға көшеміз. Бірінші сұрақ. Қане? Тақтаға жаза қоймын, тоқышының формуласын қойып. Кім жазады? Дана. Келші жазады. Тоқышын қандай әріппен белгілейміз, бұл жаққа айта береміз. Ай әріппен белгілейміз, өлшем бірлігі. Ампермен өлшенеді, Q бөлінген. Дұрыс айтасың, яғни. Өлшейтін құралғандай? Амперметр. Амперметр тізбекке қалай жалғанады? Тізбектей жалғанады. Жақсы. Келесі сұрақ. Қалай жалғанады амперметр? Параллель жалғанады. Жақсы. Мына шарттардың белгілеулері. Бірінші не? Наузбек. Екінші? Жақсы. Мынау қандай құрал? Резистор. Тоқ көзі. И соңғысы балалар, бұл құрал-жабдықтарды мен сіздерге шартты белгілер неге көрсетіп отырмын? Өйткені бүгінгі біздің зертханалық жұмысымыз осы шартты белгілермен тығыз байланысты. Біз құралдардың өмірде өзінің оригинал деп айтады ғой, түрінде көретін болсақ, ал физикада, зертханалық жұмыстарда біз оны шартты белгілер арқылы белгілеп, оның сұлбасын сызамыз. Сол шартты белгілер арқылы біз сұлбасын сызғаннан кейін тізбек құрастырамыз. Ары қарай алдарыңызда бәрі қойылған ба сіздерде? Қазір бізде бүгінгі үшінші зертханалық жұмыс көшбассын сайлап алуымыз керек. Сосын балалар бүгінгі жұмысты мен сіздерге бірінші топ жалпы топпен жұмыс жасаймыз. Осыған жасаған жұмыстарыңызды орындайсыздар. Екінші топ сендер ме? Сендер бірінші топсыңдар, иә? Бесеу. Қазір бірігіп, мына жерде құрастырасыңдар. Сұлбаны, сендер екінші топ, үшінші топ мына жерде ме? Үшінші топ. И соңғы төртінші топ қай жерде отыр? Төртінші топ мына жерде отыр. Жақсы. Бірігіп, өздерің топтарыңды білесіздер. Бірінші топтың жұмысы тұр. Екінші топтың. Мынау сендерді мына жерде тұр. Мынау сендердікі. Бірге мына жерге жұмылдырасыздар. И соңғы төртінші топтың білесіздер. Үшінші топ не? Әрине, оны бірінші топтығы бар, екінші топтығы бар, үшінші топтығы бар, төртінші топтығы бар. Жақсы. Енді балалар бірінші тапсырма. Соңғыға ортаға қойып бірге мынаны аласыздар. Енді балалар бізде топ қосылу тұр жағынан сіздерге. Мен сіздерге қауіпсіздік ережесін тағы да қайтарып өтемін. Мынау тұрған топ көзін партаның
тоққа қосылас бұрын құралдың ойлық құнын анықтаймыз. Тапсырма тұр. Ал уақыт кетті. Бірінші бөлік құнын анықтаймыз. Бөлік құнын анықтап, мынаған жазасыздар. Міне, бөлік құнын анықтап, мына кестеге жазасыздар. Бірінші тапсырма кетті. Амбермеді, бөлмеді. Уақыт кетті. 8 минут. Ал балалар уақыттарын кетті. Бөлік құнын анықтаңыздар. Міне. Қазір таймер белгілі деңгейде біз осы тоқтатамыз. Шешімін жинамай, бөлік құнын ғана анықтап, соны түсіндіресіздер. Тоқтайын болған кезде белгілеріңіздер таймерде көрсетеді уақытты. Кім? Алды. Бөлік құнын анықтағансай, мынаған жазасың. Қаласаң, мына жерге топтардың аттарын жазып қойыңдар, мына жерге. Мені көрсетіледі, көрсетіледі. Мынаған жаз, бөлік құнын. Уақыт кетті, сосын құрастыру, мұның бөлек. Жақ жеріне масыпандаса неге? Бензинді қамшы қосып кетіп. Қазір тәжірибелерді қосып алмайсыңдар. Әзірше бөлік құнын жазамыз. Бөлік құнын бірінші жазамыз. Екінші жазымда да рампын көрсетесіңдер. Запасной баз, где-то жұмыс болған кезде недесің. Әзірше бөлік құны болдық па? Кім түсіндіреді соны белгілеп алыңдар. Сосын жаңағы өздері кім жауап бер, жаңағы бірінші тақырма. Не айтасың соны? Мынаған шыққанда кім шықты? Жансая өзі шықты ма жаңа? Элементтер белгілеуде. Сен шықтың. Өздеріңді ұрға қоясыңдар. Кім шыққан жоқ қоймайды. Бірінші тасымада жаңа кім шықты, солар өздеріңді ұрға
жоқ қоймайды. Бірінші тапсырмада. Білесіздер ме? Өзі 10 сұрақ болды ма? Шыққандар ғана өздеріне бір барып қояды. Әділ тағалаймыз сосын өзіміз. Мына жерде 6 жеті кесу. Ағын екі жерде бар. Өзімізден қоймаша жерде қалды. Қалғанда бәрінде кесу бір жерде ағын тұрчық. Алар бір құн есептеп болдық па? Мұқият асыманы ұртаймыз. Анда қосқан. Білесінде мұғалым болсаңыз береді. Мынаны алды, ака ішіне қосқанбыз. Қазір бөліктің түсіндіресін. Бойлық құны деген мына тұратын бойлық құны дейді. Яғни анда екінші тапсырмаға болса мен асқамыз, екінші тапсырмаға уақыт береді. Екінші тапсырмаға уақыт көбірек. Ал асықпаймыз класстар. Қазір уақыт береді. Сосын оны түсіндіреміз. Бір-бірімізді тыңдай білеміз. Бірігіп жұмыс жасаймыз. Асықпа. Мұрай асықпаймыз. Асықпаймыз. Мына жаңа шыққан кім? Сен жаңа шыққан ба? Бұдан жа? Бау қоясың. Арма сен шыққан? Шыққан бір бау қоясың. Жан көтерді, да? Шыққан қоймай жүрді. Бір бұнға бесе тұрсын. Қайда тұрсын? Все, бір бұнға бесе тұрсын. Бұны держу береді. Пока қоспанды жанға келсе, пока ішінен қоспанды. Уақыттарым жақындады балалар. Шешіп алыңдар. Топтан бір оқушы құралдың бөлік құнын қалай анықтаймыз? Соны толық түрде түсіндіре білуіміз керек. Отырамыз, орындарымыз отырайық. Бір, екі, үш, орнымызға отыра қоямыз. Қай топтан бастаймыз? Бірінші топтан бастаймыз ба? Кім сіздерде? Отырады. Бірінші топта кім? Түсіндіріп өтеді. Ампер метрдің бөлік құнын анықтау. Бастаймыз. Нақты да жауап. Топ, бір, екі, үш. Қалғанымыз тыңдай білеміз. Қатты. Қаттырақ. Тағы қатты. Тыңдашы. Бала түгесілмейді.
Я видела, что девятый вы немножко иначе. Жақсы. Рахмет. Отыра ғой. Келесі топ. Тек қана амперметрдің бөлік құнын немесе қалай анықталу соны ғана түсіндірсең. Бәрін осылай жасатындар ғой, иә? Қалай жасалады ол? Соны түсіндірсең. Көршілес тұрған кім айтады, Дана? Қатты айтамыз. Айырмасын бөліктерге сол кезде не шығады? Бөлік құн амперметрінде бөлік метр. Көршілес тұрған екі санның. Дұрыс. Мысалы, амперметрдің айтып жүрсең. Қатты. Біреу оңдады. Ампер шығады. 0,1 ампер. Ол үстіңгі жағындағы мәнмен алдындағы. Жақсы. Мына топта қане қаусар. Түсіндіріп жер. Мен саған айттым. Түсін. Бөлік метрдің қалай? Көршілес тұрған? Көршілес тұрған екі саннан? Вот метрдің бөлік құны шығады. Қаншаға тең? Самын қарай. Ондан 5 бөлікқа тең. Естен сақтаңдар балалар. Қандай да болмасын құралдың тек қана амперметрдің бөлік метрі жалпы өлшеуіш құралдардың бөлік құнын есептеу үшін көрші тұрған екі сандың айырмасын арасындағы бөлік сандарына бөледі. Сол кезде құралдың бөлік құны шығады. Бізде сызғыш, мензуркалар, амперметр, вольтметр деген сияқты. Бәрінде көршілес тұрған не? Әдей сурет көрсетіп, көршілес тұрған екі санның айырмасын бөлеміз арасындағы бөліктерге. Сол кезде бөлік құны шығады. Екінші тапсырма. Енді бірінші схема бойынша, екінші схема бойынша, үшінші схема бойынша тізбек құрастырамыз. Сол тізбек арқылы тек қана тоққышын кестеге жазып отырамыз. U1, I1, I2, I3. Ал уақыт кетті. 12 шығады. 12 уақыт берілген. Схема бойынша құрастырамыз. Бірінші тоқ көзінен бастаймыз. Ең соңында барып, жасыл құлын басамыз. Қазір сымды құрастырамыз. Біргені жерде Әсия сен қайтасың. Мұнда сымба бірге. Стоп, қайресін бірге. Сосын мынаған жазып отырмыз. I1, I2, I3. Амперметр тізбектер қалай жалғанады? Тізбек жалғанады. Тақтарымы жауап қойындар әзірше. Схема тақтарға жүріп келіп қасамыз. Кернеуді көтермеңдер балар. Лампы нетпейді. Лампы шыдамайық. Кернеуді көтермеңдер. Сен бұл жерде түрде оғана тұр, мына жерге кетпей, нағызаға кетпей. Бұл жерге қатысып отырмын. Тұр енді бері жақындар жұмыс жасап. Отырмаймыз? Түрегеп тұрып та, екеуі зертханалық жұмыста. Резисторды. Жалған жерге. Тізбекте жалғанды ма? Тізбекте жалғанды ма? Жақсы. Бергі амперметрдің көрсеткішін мынаған жазды. Бұл түнелі I1. Одан кейін бар, орындарына ұстарыстар. Схема көрмексені қанша? Сенен ұстап жалғанға. Мына резисторларын дұрыс алғаннан жоқ, дұрыстап жалғанға. Мұнда қара, Асия, мұнда қара, бірге жұмыс жасаймыз. Кәдімгі тұрып жұмыс жасамасайын, оқушылар сияқты. Тұрып та, отырмай. Мынаны алғысы. Дұрыстап мына схема бойынша құрастырамыз. Схема бойынша балалар минусқа кетпейді, тоқшы. Мына бойынша мысалы, тоқты бастардан, тоқтан амперметр бері, сосын қайда барады? Шамға барады, шамнан резистор қайда? Резисторға барады деген сияқты. Бермесін. Шам жоқ па? Алам күні не тұмайсың, міне. Бір күннан бестен от берді астынында шыққан. Не қылсын? Дұрыстап
1,5 көрсін, қанша амперметрдің көрсеткішін жазып, 1,2, мына жерге қанша көрсетіп тұр? Астың мен арасында 0,125 жас. Ай бірге 0,125-ге жас. Сенде не қайып? Мына жерде, қане, амжалын кетті ме? Қане? Минусқа жеткенде, ордаға плюсқа кеткенде Ана симаны жазды ма? Жаз, 0,25 жазды. Екінші жағдай орнамыз тұғында ма? Уже бір показания бар, екінші показания. Екінші жағдайда құрастырылды. Біреу бар, екіншісін. Екінші схеманы құрастырылды. Біреу бар ма? Жазында ма? Қайын? Жаз. 0,2 екіге жетпейді. Келесін құрастырыңдар. Келесін. Оны не сәрі? Мына екінші құрастырма сол жағы. Екінші құрастырма. Екі жағдай. Екі жағдайын алыңдар. Бәріне бірдей болуға тиісті негізі тоқышы тізбекті жалғағанда балалар өзгешелік болмайды. Соған соңында ілгеуіміз керек қой. Тізбекті жалғағанда тоқышының бірдей болуы. Өзгеріс болма? Қанша болды? Бұлықтың қаншасын алатсың сен? Үстімен алатсың ма, астымен алатсың? Астымен алатсың, е? Онда 0,4-тен 0,2 қалған 0,2 онға бөлген кезде 0,2. Мына өшіп, неттің алып соқпыш, не болса екен? Қандай? Слабый. Шамал, қазір бортымен тұрып осыған кетесің. Кәне? Мынаның бәрінде қанша болды? Амперметр 0,25 жасын. 0,25. 0,3. Бәрінде бірдей жас. Тізбектен алады. Қазір айтасың. Екінші тапсырмаға көшеміз. Қанша? Сендер. Бәрінде бірдей. Бұны қорытындыға келді. Бәрінде де бірдей шықты, иә? Бірақ арасында көрсеткіш әртүрлі. Енді бірінші тапсырма бойынша қане отыра қойыңдаршы. Қане орныңызға отыра қойыңдаршы. Жинақ қалады. Бірінші тапсырма бойынша айдан айтып жеш қане. Естің бірінші тапсырма бойынша. Суға бойынша жоқ. Суға бойынша не істеді? Тізбекті? Иә, сосын қатырады. Нені өлшеді? Амперметрден нені алды? Тоқышын неге тең? Үш жағдайда да бірдей болды. Неге? Себебі амперметр қалай жалғанды? Тізбектей жалғанды. Мына топта 0,19 шықты сендерге. Бүтін оннан екі. Сендерде қанша шықты? 25 шықты. Сендердің топтарында? 25. Екі топта бірдей шамашылық тұрда, екі топта кішкене өзгеше болып тұр. Ол сендердің тізбекті жалғауларына байланысты. Балалар естіне сақтаңдар. Тізбекте жалғаған кезде тізбекте тоқышы үш жағдайда да бірдей болу керек. Келесі тапсырмада біз екі жағдайын құрастырғанда вольтметр тізбекке қалай жалғанады? Параллель жалғанады. Соны міне мына тізбекті құрастырып көру керек. Енді амперметрмен бірге вольтметрді қосасыңдар. Ал жалғанды. Мына тізбектерін міне лампаларын жанып тұр. Молодцы. Жақсы. Мына шекердерін қойып отырыңдар. Сабақтықасы қорытындауға. Енді вольтметрді мына жалғай қойыңдар. Бір жағдайда резистордың жанына келіп жалғаңдар. Сым қайда? Сым алып. Тек қана көресіңдер бұлай жалғайсыңдар. Екі жағына. Міне, қарайды жалғаңдар.
рамка жалғауға. Үшпен и мынаның үстін тарап кетсін, жабайынан. Мынаны не былай келіп қойыңдар. Вольтметрлер қанша болсын? Кесте бар ма жоқ? Упырдың ойы деген қайеті бар. Бірінші жағдайда лампаның түсінесі қалыстырғанда мөліктің оннан 5 вольт. Сенде де қанша ол? Қайда сен баланың неге тұтса емесің, не баласы? Жалғаны тез. Жалғалапсыңдар ма? Келесі, қане. Мынаны не оңаламамыз, неге екеуіңді де алып тұрсыңдар бала? Осылай жалған тұрма, бұны қоя тұрасың, бұл бассейн өшіріп келетін нәрсе ол. Мынаны қайда барады? Шамға барады, шам қайда? Шамға барады. Сосын, шамнан қайда барады? Резисторға барады. Қайда, сын қайда? Шамнан резисторға барады. Келесі, бәрін тізбекке жалға кем соғылдар ана, вольтметрді тексересіздер. Резистордың келесі беті қайда барады? Қараңдар. Резистордың келесі беті қайда барады? 40-ке барады, 40-ке. 40-тың бір беті барады да, батареяға. Мен бұғанда осы кешілетін едім қазір. Қарақты қолын бауын бізбеді. Олай апарамызда, әнжеге апарып, қайда жалғаймыз? Замқын жоқ қайда? Тоқтауысы осы ғой. Ал енді қосында. Амперметрді ананы қос. Қос. Енді апарамызда амперметрді қайда апарамыз? Шамға қоямыз. Бірінші жағдайда. И қараңдар, көрсеткішін. Нешені көрсеттім? Нөл бүтін өйткені біздің лампамыз слабый болып жазылған тұр. Көрдемі? Мынаны шамаға қосса, көрдемі? Қаншаны көрсетті? 0,3 көрсетті. 0,3 вольтты көрсетті. Осы келесі жағдайда біз балалар вольтметрді лампаның тұсында тексердік 0,3 вольтты көрсетті. Жазып қойдық. Екінші жағдайда мысалы біз оны резистордың тұсына жалғаймыз. Аламызда мысалы естердің үстіменен. Екінші жағдайда аламызда құрайсың. Екінші жағдайда келемізде резисторда өзгерді, тағы да соны көрсетті. Үшінші жағдайда 40-ке апарды. 40-тың түсіне нөлді көрсетіп тұр. Осылай міне параллель жалғау деген осылай бала. Естердің түсі бар? Параллель жалғау дегеніміз осы. Енді терминді жазыңдар. Неше болды? 0,3. Екінші жағдайда 0,31 жаз. Үшінші жағдайда 0,1 жаз. Отырыңдар. Енді отырағандар. Отырағандар. Қане, внимание, бер қарай, балалар, арма отырады. Ұлдар, біз әлде бұл жұмысты жалғастырамыз. Шәкен, әлде бұл жұмысты біз әлі жалғастырамыз. Қарақтарым өздерінің алдарында болсын. Бірінші сұрақ. Бірінші тапсырма бойынша не үйрендік? Қане, бірінші тапсырма бойынша. Бірінші тапсырма не болды бізде? Бөлік құнды табу. Яғни бүгін біз құралдардың бөлік құнды. Үйрендік бар? Қалай айтпаймыз? Бөлік құнды қысқа. Бір сөзбен. Жақын тұрған айырмасын бөлеміз. Бөлік сандарына. Бөлікке бөлеміз. Жақсы. Екінші тапсырма бойынша нені анықтадық? Тізбекте жалғау нені анықтадық? Амперметрдегі нені көрсеткішін? Тоқтың көрсеткішін есептедік. Әр тоқта әртүрлі. Сендерде қанша болды тоқ? 10-нан 3 кетеді. Сендерде? Ампер. Сендерде? 19. Барлық 3 ретте жалғаған кезде 0,9 амперді көрсетті. Келесі үшінші тапсырмада не болды? Нені үйрендіңдер? Вольтметрдің тізбекке қалай жалғанын? Параллель жалғанын үйрендік. Келесі жолы орындай аламыз ба? Бізде әлі зертханалық жұмыстар бар. Енді мынаны қысқа. Тоқшының формуласы нешінші тұр? Үшінші тұр. Кенденің формуласы нешінші тұр? Қане оқып жеткеш соңында.
И соңғысы зарядтың формуласын дауыстап, қане Данияр айтшы зарядтың формуласын. Заряд тең ток күші көбейтілген уақытқа. Ток күші көбейтілген уақытқа. Молодец. Осылай қаттырақ айтуымыз керек бала. Біліп тұрып, дауыстарыңды шығармайды, қаттырақ айтуымыз керек. Бүгінгі сабақты қалай бағалаймыз? Честно, қалай? Әділ өздеріңе. Дұрыс не? Өйткені әлі жұмыс жасауымыз керек. Тағы да кімде? Бәрінде де басқарған емес қой. Мадияр, несімен қай жерде минус болды саған? Қаттырақ айтамыз. Минусқа кетті, иә? Тізбекті құрастыруға кішкене естелер. Қиналдыңдар. Келесі жолы оның жұмысын әлде қарастырамыз. Енді алдарында бағалау парағы бар. 10 балдық мен сендерге адil бағалаудан дегенмін. Бірінші элементтерді табуға шыққан оқушылар ғана өздеріне 1 балл қояды дедім. Сосын каждый тапсырмаға 3 балдан, 2 балдан, 3 балдан солай қоюымыз керек. Кім мүлдем жақындаған жоқ не болмаса түсінбесе, оған 3 балл мысалы қоя алмаймыз. Иә балалар? Сосын мен тағы да мынандай жұмыс атып берген де сендерге. Мына жұмыста бірінші не бізде? Айтып жіберсең. Бірінші не? Сосын не көріп тұрсың? 45-ші тұр ма жерде? 5-ші тұр. Шам нешінші тұр? Соңында тұр. Батарея нешінші тұр? 9 нешінші тұр? 1-ші тұр, 2-ші тұр. Байқамы элементтер. Иә? Содан не бар? Мына құралда. Мына бар. Бұл негізінде жеке жұмысқа берілген еді. Галванометр. Айбала, амперметрді нені өлшейміз? Амперметрді нені өлшейміз? Амперметрді нені өлшейміз? Қандай күшті? Нені өтіп жатыр? Ток күшін өлшейміз. Ток күшінің өлшемдігі? Ток күшінің өлшемдігі бала? Ампер. Прибор? Амперметр. Кернеудің өлшемдігі? Вольт. Өлшейтін құрал? Вольтметр. Осыны есте сақтауымыз керек. Электр тоғы дегеніміз не? Қане кім айтады ақшамасы? Өйткені біз тоқ тұтып. Электр тоғы дегеніміз? Қатты айтшы. Тыныш. Зарядталған бөлшектердің бөлшектелген қозғалысы дейді. Үйге тапсырма балалар. Сіздердің 70-ші параграфтың соңында мынандай тапсырма бар. Электрофизиология жануарлар әлеміндегі электр құбылыстарын зерттейтін ғылым деп. Осыған байланысты презентация түрінде ме, эссе түрінде ме келесі жолы хабарлама жасап алып келесіңдер. Сонымен біз қазір қандай тақырып өтіп келе жатсақ, электр тоғы ток күші. Ең басты соны білгеніміз дұрыс. Біз бүгін жалпы танысу болып, алдағы уақытта тізбек тез жалғау, параллель жалғау күрделі сұлбаларды қарастырып, әлі зертханалық жұмыстарымыз бар. Ана жерден суып қоя салыңыздар. Мынау аяқтарында маған тапсырмдар қорғынына, аяқтарында ма, аяқтарында жазындарына, мынау зертханалық жұмыс. Сосын бағалау парағын тапсырыңдар, отбасылары. Келесі сабақта тапсырманы тақтаға қойып қойын. Рахмет балалар, сабақта қатысқандарыңызға. Бұдан да белсенді қатыса білуіміз керек. Әлде белсендірек болуымыз керек.